Сәлем достар, мен бүгін сіздермен философия пәні және философияның негіздері, әдістері, негізгі қызметтері туралы айтатын боламын. Бұл менің өз ойым, жеке дәптерге өз түсінігімді жазған болатын, соны сіздерге өз сөзіммен жеткізгім келіп тұр. Философия пайда болуының, яғни мифологиялық және гнесологиялық тұжырымдамалары, олар яғни философия гнезисі оның пайда болуының әлеуметтік тарихы болып табылады, және де мәдени алғышарттары. Осы философия пәні ол біздің тарихи дамуымызға септігін өте тигізген, және де философия осы категориялары және мәдениеттің әмбебаптылығы болып саналады. Дүниетаным ұғымы оның құрылымы және негізгі қызметтері дүниені танып түсіну деген, дүниені сезіну, дүниені түсіну, яғни дүниетанымның құрылысы ретінде осы қалыптасып келген. Дүниетаным құрылысындағы білім және құндылықтар және эмоционалды, яғни сезімдік компоненттерден тұрады. Осы дүниетанымның тарихи түрлері, олар философияның құрылуы, яғни дүниетанымның рационалды немесе теориялық түрі ретінде қарастырылып келген. Дүниетаным ол дүниенің жалпы мәдени сипаттамасы болып табылады. Философияның пайда болуы осы әлеуметтік тарихи дерминанттары болып келген. Мәдениет дүниедегі философияның, яғни мағынасы мен осы тағайындаудың дамуы нәтижесінде осы кезге дейін бізге дейін жеткен. Философияның көп осы дауыстылығы, яғни философияның аксиологиялық, яғни осы әлеуметтік және де осы философияға байланысты адам қызығушылығының әртүрлі немесе негізгі саласы ретінде төртке бөлінген. Ғылым және де поэзия, дін, логика осы төрт негізгі типта болды. Философия және өнер. Философияның ғылыми, яғни философия және саясат деп бөлінген. Философияның мәдениетінің негізгі түрлері, олар ғылым, өнер, моральды, дін. Яғни мәдениет тарихында ғылыми философия үлгілері өте көп. Философияның даналыққа, яғни құштарлыққа, осы философия өмір саласы ретінде, философияның, яғни білім ретінде оны түсіну өте қиын. Философияның осы адамның өмірлік стратегиясының құрастырудағы маңызы өте жоғары. Философия қатаң және типтазмалық, диалогиялық ретінде философия айналысу түрлері өте көп. Философияның бағыттары, олар философиялық мәдениет және тарихи сипаттамаларға өте ие. Осы философияның түрлері этно-мәдени ерекшеліктері, яғни классикалық философияның мәдениеті шеңберінде ерекшелігі өте көп. Философиялық ойлаудың эвристикалығы және ойлаудың эвристикалығы шығармашылық сипаттамасы өте зор үлес қосқан. Философиялық өмірлік практикалық тәжірибенің, яғни танымның немесе құндылықтың игерудің түрлері осы философияға сүйене отырып зерттелген. Және де айтатын болсақ, осы философиялық құндылықтың ғылыми техникалық сананы бейнелеуді айтамыз. Философия осы басқа да пәндердің, дүниетанымдардың және де методикалық маңызы бар нәтижелерін қамтиды. Олар үшін дүниетанымның немесе методиканың
негіздемелері көмектесе отырып, осы түсінуге және де негізгі стратегиясына иеленуге ұсынылатын міндеттер болған, және де оларға жету үшін әртүрлі тәсілдерді жасай білген осы философиялық түсінік арқылы. Философия сөзі грек тілінен аударғанда даналыққа құштарлық деген мағынаны білдіреді. Біздің ойымызша дана адам деп кімді санайтыныңызды түсіндіріңіз дейді. Дана адам ол, яғни рақаттануды емес, азапты болдырмау жолын іздеуі тиіс деген пікірді айтқан ежелгі грек философы Аристотель болған. Даналық ретінде осы істерінде ізгі зерделік және де сонымен ғана адам толып біле алатынның бәрін жете білу түсінік деп атап көрсеткен. Француз философы Декрат осылай жеткізген болатын. Адам санасының белсенді әрекеті ойлау болып табылады. Осы медициналық философия ғылымы ерекше сала ретінде ол 20 ғасырдан бастап кеңінен таралып келген. Себебі философия мен медицинаның қосылуы шекарасында зерттеулер байланысты бір-бірімен тығыз. Емдеудің нәтижелері, тәжірибелері мен осы техникасы қарастырыла бастады. Өзіндік соғуы ағзаның ішкі мүмкіншіліктерін адамзатқа, яғни осы рухани тұжырымдар арқылы, резервтер арқылы, тағы да басқа осы психиканың ұрпақтан ұрпаққа беріліп, яғни құрылыммен есепке ала отырып, өзіндік жетілулерін осы кезге дейін философиялық тұжырымдар арқылы, техникалар арқылы жеткізіп отырған. Үшінші, Карл Теодор Ясперс. Ол неміс экзистенциалист болған. Кешіріңіздер, тілім келмей жатыр, енді қиын сөздері. Осы философ өз қызметін, яғни психиатр ретінде бастаған. Ойлау стиль, яғни жалпы батыс экзистенционизміне ортақ адам өмірінің, яғни туындайтын эстетикалық, социологиялық өзінің ой қорытындыларынан кері көрінетін болған. Ясперс түсінгенінше, осы адам өзінің бұл дүниеде мәңгі еместігін ұмытпайтын түйсіну іс оның мінез құлқын, әрекетін, осы әрекетін моральдық, құқықтық, эстетикалық құндылықтарын анықтайтын болған. Төртінші, неміс философы Гегельдің философиялық ойда белгіленген дәуір. Неміс халқының философиялық білімдер жүйесі. Ол неміс философы дүниежүзілік және де философиялық ойдың дамуына зор үлес қосқан ғалым. Рухани өмірге терең және талдау жасау арқылы тиянақты философ жүйе құруға бейімділік және де неміс ойшылдарының көбіне тән ерекшелігі осы кісі болған. Философияның дәуірдің құндылықтары неде бейнеленді дейді. Осы сұраққа, яғни құндылық ол объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық, яғни социологиялық ұғым ретінде қалыптасып келген. Осы философиялық теорияда құндылықтың көрінісінің заңдылықтары туралы жалпы түсінік 19 ғасырдың ортасында пайда болған. Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық анықтама берген Р. Лотце мен Г. Гоген берді. Ежелгі философиялық көзқарастарда құндылықтың әртүрлі көріністері осы көріністеріне жататын немесе табиғи қоғамдық құбылыстарды адамның іс-әрекеттері арқылы бағалауды пайдаланылатын осы сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық ұғымдарды қолданылған осы тұста.
сол арқылы яғни бейнелеп отырған әрқайсысы. Философияның пайда болуы алғышарттары қандай? Олар философия яғни грек тілінен философия мағынасы даналықты сүю, жалпы және фундаменталды сауалдар туралы зерттеу болып, ал болмыс, болу, білім, құндылық осы ақыл яғни зерде және де тіл секілді өзекті проблемаларға бағытталып келген. Философия термині алғаш Пифагордан, яғни біздің заманымызға дейінгі 507 және де 495 жылдардан басталған екен. Философиялық әдістерге сауал, сыни пікірлер, пікірталас, ақылды аргумент және жүйелі пайымдау қатарлары жатады. Жетінші, осы философияның қандай тарихи белгілері бар? Оған, яғни философия тарихын зерттеудің басты мәселесі осы тарихта өткен философтардың ой пікірлерін, тұжырымдары мен осы істеген іс-әрекеттері өзінің ой ақындылықты, ой қырлары арқылы әртүрлі белгілі бір бейімділік жүйеге лайықтап осы заманға бұрмалай жеткізу болған. Өздерінің осы жеке ой пікірлерін. Белгілі бір адам, бір адамдардың дербес қызметі ретінде осы ежелгі шығыс елдерінде, Қытайда, яғни Индияда, тағы басқа елдерде кейінірек антика дәуірінде, яғни ежелгі Грекияда топырағында қалыптаса бастаған осындай ұғымдар. Бірақ оның түпкі туындайтын түбірі адамдардың осы әлемдегі айрықша болмысында, яғни дүниеге өзіндік қатынасында жатуы тиіс деп есептеген. Философияның негізгі сұрағының маңызы неде? Бұл философияның негізгі сұрағының маңызы екінші жағы дүниені танып білу мәселесі. Бұл мәселені қарастыру барысында қарама-қарсы көзқарастар пайда болған. Олар философиялық гностизм және агностизмдік көзқарастар арқылы түсіндіре білген. Философиямен осы жеке ғалымдардың байланысының қажеті неде? Олар философия, жеке ғалымдардың қарым-қатынасы, олар бізге церационизм, идеализм, неотализм, тағы басқа түсініктерді жеке ғалымдар әрқайсысы өз пікірлері, өз дана ойлары арқылы келешек ұрпаққа жеткізуге жеңіл ретінде түсіндіріп отырған. Сондықтан да ол түсініктер арқылы бір-біріне тығыз байланысты болғандықтан ғалымдар сол жаңағы терминдер арқылы жеткізіп отырған келешек ұрпаққа. Философияның қандай да қызметтерін айта аласыз дейді. Ол философияның негізгі қызметтерін айтатын болсақ, оларға дүниетаным, яғни әлеуметтік топпен және жеке тұлғамен дүниетанымның субъектілері арқылы болып табылады. Олар дүниетанымның қалыптастыруы тек жеке тұлға ретінде ғана емес, сонымен бірге білім беру, әлеуметтік топтың, яғни қоғамдық топтардың және олардың керекті теориясының жетілдірудің елеулі көрсеткіші болып табылған. Адам мәселесінің маңыздылығына байланысты бірінші орын ол философияның гуманистік, яғни адамгершілік қызметтік түрі болып табылған. Осы қызметтерге, яғни дүниетанымдық, әдістемелік, теориялық, ойлау, сыни талап, аксиологиялық, әлеуметтік, гуманитарлық және болжаушылық міндеттерді жатқызсақ болады. Осымен менің ой пікірім, өзімнің жеке түсінігім осылай. Өз түсінігім бойынша сіздерге философия туралы осылай жеткізгім келді. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар.
бірге түсініп бірге жетейік. Келешек ұрпаққа бұл өте маңызды және керек.